ма, құрметті желі қолданушылары, оқырмандар. Табиғатты аялау, табиғатты қорғау атты танымды әңгімені ұсынамыз. Адам табиғаттың ажырамас бөлігі. Табиғат пен адам қатар ұғым. Адамсыз табиғат, табиғатсыз адам өмір сүруі мүмкін емес. Адам табиғатты қасиет тұтуы керек. Табиғат тіршіліктің құт берекесі. Табиғатты қорғау міндетіміз. Қазіргі кезде экология мәселесі нашарлап кетті. Табиғатты қорғау, сақтау қазіргі жастардың қолында. Қазақ халқында табиғатты құрмет тұтады. Адам табиғаттың патшасы деген ұғым бар. Табиғат тіршілік көзі. Оның әрбір әсері адам өміріндегі үлкен рөл атқарады. Аяулы табиғатсыз адам ғаламда өмір сүру, тіршілік ету мүмкін емес еді. Жыл мезгілдерінің өзгеруі де табиғатты одан әрі әсерлейді. Жыл мезгілі әрқилы. 4 жыл мезгілі бізге 4 түрлі ғажайып күйін сыйлайды. Таудан сарқырап аққан өзеннің айналасында өксіген оттай жанған жануарлардың көруі өзі керемет көрініс емес пе? Бау-бақшада өскен жеміс-жидектердің иісі мұрын жарады. Жайқалып өскен түрлі гүлдер көзге өз кереметтігін сыйға тартады. Аспаннан күннің көзі түскенде жердің жүзі қуана қыбырлайды. Көлдер қойнын ашса, қаңқылдап болған құстар қонады. Табиғат жайлы өнегелі сөздер, мақалдар мен өлең жырлар аз емес. Оның кереметі әсемдігін жырлаған, суреттеп жазған ақындар баршылық. Шаңғайлып шалқар маушыған, бұлт келді көктем кір кетті, топырлап ұрған тамшылар топырақ иісі бұрқ етті. Шілде мен тамыз пышаны шаң ғана болса қалдырма, терезеден құшағын түгелдей ашты жаңбырға, деді Қыдыр Мырзалы атамыз. Әсем табиғатты жырлады. Табиғат көркемдігін ақ қағаз бетіне түсірген ақындарымыз оның құдіретін білдірген. Сол өлең жолдарының болашақ ұрпаққа, яғни бізге қалдырып отыр. Біздің әрбір бастаған қадамымыз, әрбір істеген ісіміз табиғатқа байланысты болғандықтан, оның біздің өмірімізге ерекше орын алуы сөзсіз. Бірақ адамзаттың кейбір істері табиғатқа кері әсер етуде. Оның кері әсері біздің денсаулығымызға да зиян келтіреді. Табиғатты қорғау, табиғатты аялау әр адамның міндеті. Үлкен кіші әрдайым оны таза ұстап, құрмет тұту қажет. Оның бізге қаншалықты қажет екенін баршамызға мәлім. Назарларыңызға рахмет.